Бүгін келіңler сіздермен сол жігіттеріміздің алкоголизмге беріліп кетуі, не болмаса көбірек ішіп кетуі осыған ілет hakkında сөйбетті алып барсақ. Алкогольге жігіт адамның мехір қоюына бірнеше себеплер болуы мүмкін. Көп жағдайларда жігітлердің ішіп кетуіне себеп сол жігіттің ата-анасына болған өкпесі, дәрті себеп болады. Қандайдыр мәніде балалығында ата-анасы тарапынан қойылған бір ауыр жағдай болады. Яғни сол балада қалбінде шұқыр аурулы із қалдырады. Бала бой жетіп үлкейгеннен кейін сол жеткізілген ауру оның қалбінде қалып кетеді. Ол дәрттен ол құтыла алмайды. Әлбетте біздің халқымыздың менталитеті бар. Сол дәртін, өкпесін, гинесін ата-анасына айта алмайды, жеткізе алмайды, бір өмір ішінде қалып кетеді. Айрым жағдайларда сол дәртті инсан ұмытуы да мүмкін, ядына шығарған болуы да мүмкін, лекін ішушілікке берілуінің тикарғы себебі сол ішінде тұңғиығында қалып кеткен жарақаты, дәрті, өкпесі себеп болады. Ата-ана тарапынан қандайдыр бір жағдай балаға қарата істетілген болады. Бала сол жағдайдан недовольны болады, ұнамайды, оған больно болады. Демек сол жеткізілген жарақатты инсан өзіне сіңіре алмайды, балалығында арттырылған дәрт ішінде қалып кетеді. Бұл үлкейгенде де сол өкпесі ішінде айланып жүре береді. Сол дәртті шығара алмағандықтан ол ішушілікке беріледі. Қайталап айтамын, бұл алкоголизмге берілудің бірнеше себеплерінің бірі. Тикарынан һәм ең тикарғы себеплерінің бірі десек те болады. Себебі ата-ана тарапынан жеткізілген жарақат көп жағдайларда баласы тарапынан кешірілмей қалады, ішінде дық болып қалады, дәрт болып қалады. Ата-анасына сол дәртін жеткізе алмайды, менталитет, тәрбия деген нәрселер бар. Осы нәрселер тосқынлық етеді. Ата-анасының кеуілін қабартпайын, қапа қылмайын деген ойларда оның ішінде қалады. Нәтижеде сол оны қинап атырған дәртті сыртқа шығарып жібере алмайды. Сыртқа шығару құралы спатында алкогольден пайдаланады. Әлбетте бұл қате жол саналады. Инсан өзін құртып алады, денсаулығынан айырылады, қожалығынан айырылуы мүмкін, басқа да ұнамсыз хадиселерге де себеп болуы мүмкін. Бұнда біз қандай мәслихат береміз? Тарихта өтіп кеткен нәрсені инсан кейінге қайтып турлай алмайды. Оны барып сол хадисені болмағанын болдыртпаудың іләжі жоқ. Бізден талап етілетін нәрсе, ата-анаңыз елі өмірде болса, барың, ата-анаңызбен сәубетлесің, кешірім сұраң, өзіңіздің қалбіңіздегі сол ауруды айтың, түсіндіруге әрекет еттің, өзіңізден шығарып жіберің. Мен сенеме ата-анаңыз сізді дұрыс түсінеді. Керек болатын болса, қалған қатесін мойнына алып кешірім де сұрауы мүмкін. Сондай бір ауыр жарақатлы нәрселер болуы мүмкін. Сіздің ата-анаңызға оны айтудың бір ұят ар санауыңыз да мүмкін. Лекен сіз сондай күш таба біліңді, ата-анаңызбен сәубетке отырың, өзіңіздің ішіңіздегі дәртіңізді, бөліңізді айтың. Ата-анаңыз сізді түсінеді. Ата-анаңыз сіздің қылып жүрген істеріңізді де кешіреді. Сіз де ата-анаңызды кешіруіңіз керек. Кешіруіңіз шарт. Егер де ата-анаңыз бұл дүниядан үзіліп кеткен болса, ақырет дүниясына кеткен болса, қандай қыламыз? Бұндай жағдайда енді сіз ата-анаңызбен сәубетке кірісе алмайсыз, турдан туры. Бұндай жағдайда
Siz ата-анаңызды кешіруіңіз керексіз. Сол дәуірге қайтып, ата-анаңызбен қиялыңызда сәубетлесің. Оған айтың ішіңіздегі дәртіңіздің бәрін. Төгің. Қиялыңызда о нәрсені сәулелендіре алмайтын болсаңыз, оны физикалық сезімдеріңізді физикалық көрініске айландырың. Қағазға жазың. Құла майданға барып, суға айтың дәртіңізді. Қияли сәубетлесің. Қабіріне барып айтың. Құлласы ішіңіздегі сол эмоцияларыңызды қалып кеткен дәртіңізді төгің, физикалық көрініске шығарың. Сене берің, ішіңізде әдеуір жеңілдік пайда болады. Жәмиетімізде көп ұшырайды. Көп жағдайларда ішушілікке берілген жігітлеріміздің ішіп кетуіне себеп ата-анасына болған өкпесі, кінесі болып табылады. Ата-анаңыз еле өмірде болса, сіздің имканиятыңыз бар. Барыңыз сәубетлесің, айтың дәртіңізді. Сіздің анаңыз, атаңыз ғой. Сізді дұрыс түсінеді. Қорықпаң ата-анаңызға өзіңіздің өкпе кінеңізді айтуға. Ұрыс жәнжерге әкелмейтін ұсылда үлкен адамдай өзіңізді тұтып, әсте көңілін ауыртпай, тура түсіндірсеңіз, ата-анаңыз сізді тура түсінеді. Кешірім де сұрайды. Сіз де ата-анаңызды кешірің. Саламат болың.